Жаңа жылдарыңызбен жыл басындағы шығарылымда экономикалық жаңалықтардан бастаймын. Қаңтардан бастап мобильді аударымдарды тексеру тәртібі бекітілді. Енді 3 ай бойы 100 адамнан көп ақша түссе, банктер сіз арқылы ақпаратты жауапты органға жібереді. Мұндай әрекеттің жазасы қандай? Кәсіпкерлер ашықтыққа көшкісі келмей ме? Кәсіпкерлікті не тежеп тұр? Ақпардың шығарылымында айтып беремін. Жаңа жыл құтты болсын көрермен. Жылқы жылы еліміз үшін ең берекеге толы, молшылық толы жыл болсын. Өткен жылға өкпе жоқ, сүріндік, құладық, қайта тұрдық. Енді жаңа жылдағы алғашқы ақпардың эфирін бастаймыз. Енді кәсіпкер болсаңыз, сауда жасап, Каспи аударым арқылы төлем қабылдап жүрсеңіз, сол қабылдаған перевод, яғни аударым 100-ден асып кетсе, эфирді тыңдаңыздар. Өйткені жағдайды қазір реттеп алмасаңыз, ертең есеп қисапта қиын болады. Қаңтардың 1-нен бастап мобильді аударымдар бойынша жаңа талаптар күшіне енді. Бұл өзгерістер жаңа салық кодексіне сай енгізілген. Аталған заң аясында мобильді аударымдарға қатысты қандай өзгерістер бар? Мемлекеттік кірістер комитеті осы нормаларға қатысты мәлімдеме жасады. Енді екінші деңгейлі банктер өздері аударымдарды бақылап, мемлекеттік органға тапсырып отырады. Сонда қалай? Банк қандай ақпаратты салық органдарына береді? Банктер енді жеке тұлғалардың кәсіпкерлік қызметтен табыс алуға ұқсас операцияларды байқаған шоттары туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарына беруге міндетті. Мұндай операцияларды анықтау тәртібін және белгіленген ақпараттың тізбесін уәкілетті орган ұлттық банкпен келісіп бекітеді. Осы нормаларды іске асыру үшін 2025 жылғы 12 қарашада Қаржы министрінің нөмірі 698 бұйрығы қабылданды. Бұл бұйрықта былай деп жазылған. Банктер мемлекеттік кірістер органына берілетін мәліметтердің тізбесі, кәсіпкерлікке ұқсас ақша қозғалысын анықтау өлшем шарттары, ақпарат беру тәртібі мен мерзімдері толық айқындалған. Яғни жеке кәсіпкер ретінде тіркелмесеңіз, бірақ сауда жасап жүрсеңіз, барлық мәлімет анық көрініп тұрады. Яғни аударым бойынша бақыланатын жағдай мыналар. 3 ай ішінде 100 және одан да көп әртүрлі жеке тұлғалардан ақша түссе, түскен қаражаттың жалпы сомасы ең төменгі жалақының 12 еселенген мөлшерінен асуы керек. 2026 жылғы есеп бойынша бұл сома 1 20 000 теңге. Бұл талаптар кәсіпкерлікке арналмаған жеке банктік шоттарға қатысты қолданылады. Егер азамат өзінің жеке шотына мобильді аударым арқылы шотына 3 ай қатарынан, яғни мамыр, маусым, шілде айында ай сайын 100 аударымнан түсетін болса, 1 20 000 теңгеден асатын ақша алған болса, оның мәліметтері банктер арқылы мемлекеттік кірістер органдарына жіберіледі екен. Ал асып кетті. Осыдан кейін не болады десеңіз, тыңдаңыз. Банктер мәлімет жібергеннен кейін кірістер органдары камералдық бақылау жүргізеді. Егер сәйкессіздік табылса, азаматқа тиісті хабарлама жолданады. Азамат хабарлама алған кезде 2 нұсқа ұсынылады. Келсе, тиісті салық кезеңі үшін қажетті салықтық есептілікті тапсырады, келіспесе, түсініктеме жібереді және де келіспеу себептерін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Түсініктеме ішінде мынадай ақпараттар болуы тиіс екен. Салық төлеушінің және салық органдарының деректері болуы тиіс, хабарламаның күні немесе нөмірі, келіспеу себептері, қолтаңба және күні, дәлелденген құжаттардың тізімі бар болатын болса. Егер хабарламадағы кейбір дерекпен келіссе, ал кейбірмен келіспесе, онда азамат сол бөлігін түзетіп, қалғанына түсінік беруі қажет екен. Сонымен кім бақылауға ілігеді? Бұл бақылау кез келген азаматқа қатысты жүргізіледі екен. Егер оның шотында жоғарыдағы көрсетілген өлшем шартқа сәйкес операциялар анықталатын болса, яғни мобильді аударымдарды бақылау тек белгілі бір тұлғаларға ғана емес, кәсіпкерлікке ұқсас табыс алатын барлық жеке тұлғаларға қатысты болады. Айта кетейін, құрметті көрермен, бұл енді той-томалақ ас кезіндегі туыс-туғандардан түсетін қаражатқа қатысы жоқ екен. Яғни сол кезеңдерде сізге 100 аударымнан артық болса, банк өкілдері сізге байланысқа шығады. Осындай күні ас берілді, барлық аударым жақындардан болғанын дәлелдеуіңіз қажет. 1 қаңтар 2026-тан бастап жаңа салық кодексі енгізіледі. Сонда осы мобильді аударымдар бойынша бізде өзгерістер бар. Енді екінші деңгейлі банк, мемлекеттік кірістер органдары ұлттық банкпен келісіп бір өлшем шарт белгілейді. Сол өлшем шарттан асқан кез келген Қазақстан Республикасының жеке тұлғасының мәліметі берілетін болады. Яғни бұл жерде санатқа бөлмейді адамдарды. Мына кісі мемлекеттік қызметкер, мына кісі кәсіпкер деген сияқты бөлмейді, тепе-тең жүзеге асырылады. Ол жерде ең төменгі жалақы, ол бізде 85 000 теңге.
12-ні 85 мыңға көбейтсеңіз 1 миллион 20 мың шығады. Яғни 1 миллион дегенді жуықтап айта берейік. Бұл жерде өлшем шартты тәлпіштеп түсіндіріп айтып кетейін. Өйткені бұл жерде түсініспеушілік неден туындайды? Бұл жерде барлық өлшем шарт бір уақытта орын алу керек. Ай сайын деп отырғанымыз, айтатын болса, қаңтар айында 100 немесе одан да көп тұлғадан, ақпан айында 100 немесе одан да көп тұлғадан, тиісінше одан кейін наурыз айында 100 немесе одан да көп тұлғадан түсу керек. 100 аударым емес, 100 түрлі адам. Сіздің ата-анаңыз бір айда 100 аударым аудара берсе де, ол бір тұлға болып саналады. Мен, сен, ол деген сияқты, және басқалар сол секілді 100 түрлі адам болу керек. Әрине, мұның барлығы көлеңкелі экономикадан шығудың әрекеті деп топшылауға болады. Өйткені өздеріңіз білетіндей көп кәсіпкер салық төлеуден жалтарып жатады. Дегенмен бұл елді салық төлеуге үгіттеудің үлгісі деп қарауға келмейді дейді. Салық төлеуші түсінігін береді. Түсінігінде ол кісі айтады, той болды, жаңа басқа да іс-шаралар болды, мерекелік іс-шаралар болды, соның нәтижесінде осынша ақша қаражаты жиналды. Түсінік тиісті түрде зерделенеді. Бірақ енді ескертетін нәрсе, егер түсінікпен мемлекеттік кіріс органдары келіспеген жағдайда, онда салықтық тексеру тағайындалады. Енді салықтық тексеруде оның барлығы нақты анықталады. Экономиканың негізгі драйвері ол кәсіп. Кәсіп дамыса, жұмыс орында болады, халықта да ақша болады. Керісінше мемлекетті кәсіпкерлерді қолдау керек. Ал кәсіпкер болса, болған сайын бола берсін деп емес, несібесін бөлісіп отыру керек. Сонда ғана осы кәсіпкерлік саладағы таразы тең болады. Жаңа жылда осындай жаңалықпен бастауды жөн көрдім. Кәсіптеріңіз алға бассын, биылғы жыл барлығымыз үшін табысты, жемісті жыл болсын.